Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен құрамы 3 ақ заттан тұратын бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына ешқандай да қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосылмайды. Сонда да көріп тұрғандарыңыздай пышный, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Мен бұл бисквитті тапсырысқа жасап жүрген торттарыма пайдаланамын. Сондықтан да қорықпай видеоны соңына дейін қарап жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен бисквитті пісіретін формамызды дайындап аламыз. Формамызды 20 диаметрлі өлшемге қойып алып, астына 2 қабатты фольганы орап, шығып кетпейтіндей етіп, 150 градус қызып тұрған пешке алдын ала қыздырып қоямыз. Сонан соң құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне шым-шым тұзымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап көпіртеміз. Дәл осылай көпіре бастағанда үстіне қантымызды аз-аздан ғана салып отырып миксерлейміз. Қанттың қалай салып жатқаным сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Мен мына жерде видео тездетілген, сондықтан да жай-жайдан салып отырып миксерлейсіздер. Егерде қантты барлығын салып жіберетін болсаңыздар, қант астына түсіп, жақсы миксерленбей қалады. Сондықтан да аз-аздан қосып отырыңыздар. Қантымызды салып біткенде миксеріміздің жылдамдығын жай-жай көтеріп отырып миксерлейміз. Мінекей біздің жұмыртқалы массамыз дәл осылай өзінен 2 есе ұлғаяды, және дәл осы видеода көрсетілгендей миксерімізді көтерілгенде ол тау сияқты болып 1-2 секундтың көлемінде батып кетпей тұру керек. Сонда біздің жұмыртқалы массамыз дайын болды деген сөз. Сонан соң ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп 2 бөліп қосатын боламыз. 2-ге бөліп бірінші бөлігін 7-8 рет астынан үстіне қарай араластырамыз. Кейін ұнымыздың екінші бөлігін салып, дәл солай астынан үстіне қарай жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Мінекей осымен біздің қамырлы массамыз дайын болды. Жақсылап араластырыңыздар, астында ұндар отырып қалмау керек. Енді жаңағы пеште қызып тұрған формамызға бисквитімізді құйып жайғастырып аламыз. Формамызға құйып алған соң лопатканың көмегімен бетін тегістеп жібереміз. Кейін видеода көрсетілгендей етіп ағаш таяқшаның көмегімен жақсылап айналдырып шығамыз. Бұл бізде ортасындағы артық ауалардың шығуына көмектеседі, және бисквитіміз теп-тегіс болып шығады. Енді 150 градус қызып тұрған пешімізде 30-35 минуттың көлемінде пісіреміз. Менде 35 минутта пісті. Оның піскенін дәл осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Піскен бисквитімізді бірден пештен шығармаймыз, 10-15 минут қойып, сонан соң дәл осылай бөлме температурасында суытамыз. Мен мына жерде бөлме температурасында суытып алдым. Енді астындағы фольгасын шешіп алып, формадан пышақтың көмегімен босатып аламыз. Осы бисквитқа қажетті заттардың мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дәл сол мөлшермен жасайтын болсаңыздар, бисквиттарыңыз дәл осындай болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бисквитімізді формадан босатып алдық. Өте пышный, жұп-жұмсақ болып шықты. Қазір сіздерге кесіп те көрсететін боламын. Бисквитті кесу үшін арнайы осындай ұзын пышақ пайдаланамыз. Енді теңдей 3 бөлікке бөлу үшін теңдей етіп бөліп аламыз. Мен 3 бөлікке бөлемін. Қаласаңыздар 2 бөлікке, 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Видеода көрсетілгендей етіп үстін қатты баспай, бірінші қолымызбен үстінен жай ғана ұстап тұрып, айналдырып отырып кесіп аламыз. Видеода сіздерге түсінікті көрсетілген деп ойлаймын. Сіздерге түсінікті болу үшін асықпай барлығын көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай бисквитіміздің ортасы толықтай пісіп шыққан, және өте жұп-жұмсақ, мамықтай, мақтадай болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатынына 100% сенімдімін.
Енді осы бисквитті кез келген тортқа пайдалана берсеңіздер болады. Мен қандай торт жасағанымды алдағы видеоларда салатын боламын. Сондықтан да арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, менің алдағы салған видеоларым бірінші болып сіздерге түсіп отыратын болады.